Мен сұрашты дұрыстап тағалайын деп айтады. Ne bileyim, 4 sorular oturuyor, siz bilsiniz bastırına bir vurgun. Men polcu kızımlar karşısındalar böyle. Polcuma karşısındalar bu. Bunlar 20 yıllık degen balalarning кездесуі болып отыр. Осы кездесуге жалпы ата-аналар мінекей балалар барлығы қатысып отыр. Мына Алланың үйінде. Алланың үйінде келгеннен кейін, Аллаға құлшылық етіп Алланың үйінде келгеннен кейін көп сөзді қойып кішкене. Иә, өз Аллаға құлшылық етіп отырайық. Енді қазір қарамдарыңыз құтты болсын, дендеріңіз сау болсын. Қазір мына кім бір ауыз сөз сөйлейді. Құрметті Қарабұлақ ауылының тұрғындары, ата-аналар, апайлар, ағалар, ұстаздар, құрбы-құрдастар. Мынау енді қарап отырсаңыз, мына 20 жылда қатыстық кездесіп жатырмыз. Кеше 87 жылы бозбаламен бойжеткен болып мектеп бітірген кезде 2007 жылға дейін кім бар кім жоқ деп ол бір бізге сағым болып елес сияқты көрген. Міне қарап тұрсаңыздар 20 жылда көзді ашып өте шығып, өзіміздің туып өскен ауылымызға келіп қалдық. Бірақ бұлай да қарап тұрсаңыз 20 жылда аз уақыт емес екен. 20 жылдың ішінде қаншама жолдастарымыз, ұстаздарымыз, әкелеріміз, шешелеріміз бақилық болды. Содан кейін мынау енді осы ауылымызға, ауылымыздың тірегі болып тұрған осы ауылдың тұрғындары, сіздерге рахмет айтамыз. Сіздер деп келіп отырмыз. Осы ауылға жолдаспен бәріміз. Енді көпшілік қауым сіздерге рахмет. Бәріміз бұл өмірден өткен жолдастарымызға Құран бағыштайық деп келіп отырмыз. Бәріміз өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Осы Құранның қанын түсірілгеннен кейін өзіміздің азғана бір дәміміз бар. Мына Бақаның үйіне бір малымыз сойып, арнап сойды бәріміз барып дәм татып, Құран бағыштайық. Рахмет сіздерге. Деген екпелен қабыл болсын. Бұл өмірден кеткен адамның ең артынан сұрайтыны ең осы Құран оқыту, Құран бағыштау. Сол үшін өздеріңіз үйде, жұма күндері, басқа күндері сол өмірден кеткен адамдарды естеріңізге алып, Құран бағыштау оқысаңыздар дұрыс болады. Ал өмірден кеткен адамдардың топырақ толға жатқан жері жайлы, Алланың рахмет, пайғамбардың шапағат тек имандары жолдас болсын. Артында қалған бала-шағалы ата-аналарына, бала-шағаларының дендеріне саулық, бастарына
bereke, жақсылық берсін. Ömürde Allah Teala bağlılığını nasip etsin. Elhamdülillahi Rabbil alemin sallallahu aleyhi ve sellem ve yasfaya ecmen Muhammedillahi Rabbil alemin bi rahmetike ya erhamer rahimin. Allahu ekber. Mına özü iki katım болып отыр. Bir katım 20 жылдық балалардікі. Екінші katım ana Boqaşova rayonunun katımı. Sonra bir katımda men okuyayım, bir katımda buna Ali Hamid okusun. Yeni tadı başlayık. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, Allahus samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuven ahad. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu rabbil felaq, min şerri ma halaq, ve min şerril gasiqin iza vaqab, ve min şerrin nefsil ve min şerril gasidin iza hasad. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kul a'udhu rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil khannas, ellezî yuvasvu fî sudrin nas, minel cinnati ve innas. La ilahe illallah, Allahu ekber, Allahu ekber, lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Malik yevmiddin. İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdina sirâtel mustakim. Sirâtellezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim velezzâlin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim zâlikel kitâb. La raybe fîhî huden lil-muttaqîn vellezîne yu'minûne bil-gayb ve yuqimûnes-salâte ve mimâ razaqnâhum yunfiqûn vellezîne yu'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min qablike ve bil-âhireti hum yuqinûn ve ilaike alâ huden min rabbihim ulaike humul muflihûn. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ileykum illahu ehad, la ilahe illa huve'r-rahmanir-rahim. Lihi ma fil semâvâti ve ma fil ard. Ve in tubdû amma fi enfusikum aw tarkuhu qabilukum bihi Allahu feyâfiru limen yeşâ'u yu'azîbun yeşâ'u vallahu alâ kulli şeyin kadir. Bismillahirrahmanirrahim. Amennâ Resûlü bimâ unzile ileyhi min
كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به آمين وبسم الله الرحمن الرحيم Қазақстан Республикасының мемлекеттік туы енгізілсін. Иманғалиева Диана Сайрамбаев Рауан, Тоқсанбай Аманбек
Шалғабаева Архан, Сахирова Баян Кәржанов Жасиров, Ақберов Әбібек Арышаров Жанарбек, Советқали Алмас Сапынова Құмба, Анашев Дастан, Халитжан Айнұр, Назарбеков Орынхан, Оймақбаева Жадыра, Кипаев Қаныш Рахымбаева Айжан, Қизат Туман, Чалғабаева Айнұр, Қуанышбаева Жаман, Сағындықова Айдана, Чотаев Ербол, Қанжақарова Нұргүл, Имади Есін, Бөкеншінова Балғын. Енді Микрофон қайда? Туасында тек қана саналы да білімді шәкірттер болып өседі деп сенім білдіремін. Мектеп туын қабылдай отыра, осы туымызды көзіміздің қарашығындай сақтауға, және де өз отанымыздың адалда инабатты, жалындап жанған ұл-қыздары болып өсуге, көк байрағымызды төбемізге көтеріп, желбірете жүре, артқан сенімдеріңіз ақтауға салтанатты түрде ант етеміз. Сөзді мектеп директоры Майя Мейрамбекқызына береміз. Салтанатына жиналған қонақтар, мұғалімдер, ата-аналар, оқушылар және ұядан бүгін ұшқалы отырған түлектеріміз, мектебін сағына жеткен 10 жылдық, 20 жылдық түлектер мектептеріңізге қош келді демекпін. Мерекелеріңіз құтты болсын. Кел түлектер, академиктер, ғалымдар, дәл бүгінгі далаға біткен дарындар, қолдарыңды ауылыңа созыңдар, қол жетпесе аяқ жетер өзің бар. Қарабұлақ мектебінің басына бұл сағатта 100 қоңырау тағыңдар, тағыңдар да жер жаңғырта қағыңдар деп бүгінгі 10 жылдық, 20 жылдық түлектерімізді нағыз білімді жастар мен білікті ұстаздардың ортасы болып келе жатқан мектебіне қош келдіңіздер демекпін тағы да. Қазақстанның болашағын ойлар, халыққа адал қызмет етер, елімізді көркейтетін, нұрландыратын, таңымызды атыратын, жаңашыл ойлы, терең білімді, дарынды оқушыларды тәрбиелеп жатқызушы жылдарға арналған стратегиялық даму бағдарламасы. Отырған талап түлегі демократияны, қазақтың халқының, көпұлтты халықтың құқығын қорғау жөніндегі жаңағы парламенттегі президенттік етін болсақ, аудан көлемінде өтіп жатқан Әсет Найманбаевтың 140 жылдығы, мемлекеттік нышандардың 15 жылдығы, кеше ғана Семей облысы болып шығысқа қосылған, кеше ғана Мақаншы Таскескен ауданы болып тұрып Үржар ауданына қосылған, соның өзінде 10 жыл болып отырған үлкен тарихи датаға бүгін біздің мектеп бітірушілердің салтанаты осы келіп отыр. Сондықтан бүгінгі салтанатқа жиналып отырған жалпы қараулы қауымына, кеше ғана мектеп бітіріп кетіп, бүгін міне ортамызға үлкен тілектерімен келіп отырған 10 жыл, 20 жыл өткен түлектерге мына биылғы Бірінші азынық оқушысы Бордықан Тоты Бордықанқызы. Бірінші
оқушысы Дүйсенбаева Шұғыла Беркінқызы. Бірінші А сынып оқушысы Шоқанова Назерке Шоқанқызы. Бірінші А сынып оқушысы Оралханов Нұргелді Бауыржанұлы. Бірінші А сынып оқушысы Шайзада Мөлдір Балбекқызы. Бірінші А сынып оқушысы Олжабаева Шырын Аманбекқызы. Бірінші А сынып оқушысы Лотқазиев Ернар Қайратұлы. Бірінші А сынып оқушысы Жылсанова Қазына Жұмайқызы. Бірінші А сынып оқушысы Дүйсенбекова Әділ Русланұлы. Бірінші А сынып оқушысы Қадылова Ажар Жарқынқызы. Бірінші А сынып оқушысы Ақанова Ажар Саматқызы. Бірінші А сынып оқушысы Бектегенова Айым Мәлікқызы. Бірінші А сынып оқушысы Қалиева. Екінші сынып оқушысы Алашханов Есбол Ерланұлы. Екінші сынып оқушысы Байқаметов Еламан. Екінші сынып оқушысы Сарсаханов Талант Мырзағалиұлы. Екінші сынып оқушысы Бектегенова Жанра Берікқызы. Екінші сынып оқушысы Бесінші сынып оқушысы Қуантаева Әйгерім Нұртайқызы. Алтыншы А сынып оқушысы Еркінбек Бибігүл. Аттырақ болсаңыз. Келесі жылға үміткер келе жатыр. Мұнда көп оқушысы. Үміткерлер және Иманғалиева Диана жылдық қорытынды бойынша үздік оқушы деп танылып отыр. Бұл оқушылар мемлекеттік емтиханды тапсырғаннан кейін және ұлттық бірыңғай тест болудан кейін нәтиженің көрсеткішімен марапатталады. Рахмет. Енді осы оқу жылында... Құрметті қонақтар, құрметті ұстаздар, мектеп бітіруші түлектер, биылғы 10 жыл мектеп бітіргеніне 20 жыл болған мектеп түлектері, бүгінгі соңғы қоңырау мерекелеріңіз құтты болсын. Енді биылғы оқу жылы бойынша мектебіміздің намысын қорғаған, мектебіміздің атын шығарған спортшы ұл-қыздарымызды марапаттауға рұқсат етіңіздер. Жаңа мектеп мүдірі өзінің баяндамасында айтып өтті. Биылғы оқу жылында мектеп оқушыларымыз спорттық сайыстарда, аудандық, облыстық, республикалық сайыстарда жеңімпаз болып мектебіміздің ауылдың атын шығарып жатыр. Соның бірі жаңағы мектебіміздің түлегі Шәмшиев Саят күміс жүлдегер атанды. Бұл да болса біздің мектебіміздің дене тәрбиесі пәні мұғалімдерінің еңбегі. Болашағынан үлкен үміт күтіп отырмыз. Жаңағы Дәулет ағасындай қазақтың атын шығаратын үлкен азамат болады деп жаңағы Саяттан. Мектеп мекемесі 2007 жылғы түлегі Шалғабаева Айнұрды спорттағы жоғары жетістіктерімен үлгілі тәртібі үшін марапатталған. Үлкен өмірде сәттілік, денсаулық, ақ жол тілейміз. Так, я қағаз жүрші маған. Біз осы бүгін биылғы 11 бітірген оқушылардың арасында 9 оқушы жаңағы мектебімізге жаңағы спорт апатын сыйлап отырған. Текшіп Серік деген азамат жаңағы Айнұрға демеуші болып өзінің демеушілік сый-сияпатын жасады. Сол сияқты Алқанов Қуандық футболдан, жүгіруден, баскетболдан мектеп құрама командасының сабында жақсы өнер көрсетіп, мектебіміздің намысын қорғады. Демеушісі Алқанов Оралхан. Құрметті Қаралақ оқушылары, бүгін оқу бітірген жастар, бәрілеріңізге бақыт тілеймін. Оқуда ауылымызды ұмытпай, келешекте жақсы азамат болып, ауылымызға келіп, әрбір мамандық меңгеріп кетулеріңізге тілек тілеймін. Рахмет. Сиыңызда, міне ар жағыңда. Қолдап
olsun saat size çapan cevap жатыр. Kelesi bir tilögümüz Sayranbayev Ravan, mektemimizden жүгіруден, basketboldan, futboldan ötken audandық жарыстарда үлкен жеңіске жетті. Рахмет, үлкен өмірде сәттілік тілеймін. Демеушісі, Gülnazım деген апайы, ана жерде өзі келе алмай қапты, сыйын беріп жүрді, әкел, әділет. Рахмет. Келесі оқушымыз Советқалиев Алмас. Демеушісі. Подаркың сонысына келмей қаптан сауырқа. Келесі Карымжанов Жансерік. Сәттілік тілеймін. Демеушісі ауылымыздың кәсіпкері Соня апайы. Қайда? Бар ма? Қайда? Әлі келген. Рахмет сізге. Әбішев Думан келесі. Думан мектептегі футбол командасының капитаны биыл аудандық жарыста. Мектеп командасы 3-ші орын алды. Рахмет. Так, демеушісі. Өкен ағасы. Қайда? Бер, падар сіздер. Рахмет. Келесі оқушымыз Тоқсанбай Аманбек. Демеушісі Ләззат Толқын. Ауылымыздың кәсіпкерлері. Ана подаркасын бер қарайық. Жақсы, рәсметтеймін. Келесі спортшымыз Мазатбеков Орынхан. Жанат демеушісі кәсіпкер ауылымыздың. Кел. Конвертте $1000 бар. Рахмет. Тұра, 11 дүкін бір оған. Жандосқын беріп жүр. Келесі, мектебіміздің түлегі Тұрсынғали Жандос. Биылғы жылға аудан облыстық жарыстың чемпионы, Павлодар қаласында өткен республикалық жарыстың жүлдегері. Болашағынан бізді дәулет ағасындай қазақтың атын шығаратын үлкен спортшы шығады деп үміттенеміз. Жандосқа сәттілік тілейміз. Демеушісі Нұрсағия апайы. Енді осы ұл қыздарымыздың артынан еріп келе жатқан кешік қапты кішкене. 9-ші сынып оқушысы Қырықбаев Айдын шақырылады. Ұстаздардан мал, шәкірттер білімді. Кабинет, мұнда бар жайнаған, көргендер тамсанып, талайлар таңғалған. Мектебіне шығады талайлар әлі, ғалым Павлодар ертадан шедеврі. Мектебінде жаңаша, ұстаздарым тамаша, ауыздырлық жараса әлі. Ол мектептен ұшқан ғой талай қырандар, ғалым оқашағалар елге танымал. Рауан ұмар жұлдыздар кешек айыптар, біліп қойыңдар.
нұрлан ағайлар мейісқа мен тілеулес нұр бақытпен ұшады дариға мен дұлбаршындары Ұстаздардың ұстазы ұлы жандар бар Баян қиямет еткен жаныңа байлап Төккен қалдырмай пайдалы тұлғалар біліп қойыңдар Мектебіне шығады талайлар әлі Ғалым болған өнерміз әнші де бәрі Мектебінде жаңаша ұстаздарың тамаша Ауыз бірлік жарасар әлі Бұл мектептен ұшқан ғой талай қырандар Ғалым оқашағалар елге танымал Рауан туған жұлдыздар кешек айындар Біліп қойыңдар Мектебімнің қарлығашы ақ қанатты түлегі Сіздер үшін бар қауымның ақ батасы түлегі Болашақта өз жолымен басқан сәтті болсын қадамың Алдарыңнан нұр төгілсін күн кетпесін көгіңнен Мектеп талған өнер білім сен әрқашан қолдасын Талмас талап болсындар кеш жолдасың Елін халқын ардақтаған өнер Ақ жол сәт мектептен алған білім мен қыран боп көкте самғаңдар Сыңғырлар соңға қоңырау сыңғырлар сыр болып сезім болып шынымен көкке апырау ұшамақ зом сенгім жоқ Шәкіртім қимай ұстаз тұр жанара жасқа шуланып Кешегі біздей бүлдір шын болып жоқтар шын алып 11 жыл қалай тез өткен жылдардан жылдам шапшынай жеткізер мекен алдағы арманның биік асқарай Сыңғырлардағы сыңғырлар жүрегімдер аттанған соң ешқашан тоқтамаңдар Сендерсіңдер өмірдің бар бақыты көздерінде керемет от бар жандар Жасауға отырған орыныңнан ауысқанда басқа бір мамандыққа жолың болсын алысқа аттанғандар Суға қоңырау бір ғажап жиын екен қуаныш қой қиын екен өйткені сен мектеппен қоштасасың қоштасумен қашанда күйіп өтем көздеріңізге елестеп тұрған шығар деп ойлаймын Балаларыңыздар кішкентай қоңыраулар. Қол шапалақтап қошемет көрсетіп қойыңыздар.
елге бақ берген бе? Бапкерсіз тұлпарларға бап келген бе? Неше жыл оқушылар, және де бүгінгі мына 10 жылдық, 20 жылдық мерекесін тойлауға келіп отырған осы мектептің түлектері. Ендігі бар жақсылық бүгінгі мына қыздарымыз бен ұлдарымыз да оқу бітірген отырған жаңағы йодан ұшқын отырған. Сендер тәуелсіз еліміздің жақсы бір азаматтар болады деп біз сенеміз. Мектептеріңе, ұстаздарыңа, ата-аналарыңа кір келтірмеңіздер. Қайда жүрсеңіздер де жақсы болып, сіздерге бүкіл ата-аналар атынан ақ жол тілеймін. Алтын-Ұя мектебін сағына кездесуге келген қонақтар, ұстаздар, оқушылар. Бүгінгі, яғни 2006-2007 оқу жылын аяқтағалы отырған соңғы қоңырау мерекесі құтты болсын. Келесі жаңа оқу жылы сіздердің әрқайсыларыңыздың отбасыларыңызға бақыт, көңіл күйлеріңізге шаттық, молшылық, береке бірлік әкелсін демекпін. Ал енді бүгінгі салтанатты соңғы қоңырау мерекесінің негізгі кейіпкерлері, куәгерлері жаңағы мектепті бітіргелі отырған тәуелсіз еліміздің жас түлектері, 11 сынып оқушылары. Бүгін сіздер өмір жолына жолдама алып, Алтын-Ұя мектептеріңізбен қоштасқалы отырсыздар. Бүгін сіздер балалықпен қоштасып, жаңа өмірге қадам бастыңдар. Сендердің алдарында жаңа өмір, сан тарау жолдар тұр. Осы жолда ешқандай қиындық көрмей, алдарыңа қойған үлкен мақсаттарыңа жететіндеріңе сенемін. Барлық болашақ сендердің қолдарында. Келешекте өз отанын қорғайтын, туған елдің өркениетін көтеріп, ата-бабаларымыздың ізгіде даңқты жолын жалғастыратын азамат болатындарыңа 11 жыл сендерге оқу мен білім тәрбие берген ұстаздар, мына мен сенемін. Ақ жол сендерге, қадірлі жас түлектер. Бүгінгі балалық шақпен қоштастырып, өмір белесіне аттандыратын салтанатты соңғы қоңырау мерекесімен сендерді құттықтай келе, сөзімнің аяғын мына бір өлең жолдарымен аяқтағым келіп тұр. Келеді жыр сыйлағым, гүл сыйлағым, жанымның жайып салып тылсымдарын, махаббат боп маздаған мына ғалам, бақытты мектебімнің білсін барын, қадамыңа гүл бітсін, талабыңа нұр бітсін, өрден-өрде құйғытқым, таныта біл жүйріккім, талабыңмен тау жыққым, алауласын жанды ұшқын, арманыңның тұлпарын, алатаудан қарғытқын, асу-асу бел асқын, өнерлімен талас бақ жұлдызы бола біл, атам қазақ алаштың демекпін. Көп рахмет. Құрметті ұстаздар, ата-аналар, сіздерді бүгінгі соңғы қоңырау мерекесімен құттықтаймыз. Отбасыларыңызға бақыт, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Және де ыстығымыз бен суығымызға шыдаған, жақсылығымызды асырып, жамандығымызды жасырған, алғаш қолға қалам ұстатып, әрпінен бастап үйреткен алғашқы ұстаздарымыз Нұршағи апай мен Бибігүл апайға алғысымыз шексіз. Ал 11-ші сынып білім берген ұстаздар қауымына және жетекшіміз Кашубаева Гүлжанат Камыржанқызына үлкен алғысымызды айтамыз. Биік үштеп сен қыздан, білім берген ұстазым, ақылым мен санасы талап берген ұстазым, ортаймайтын өмірі қанат берген ұстазым деп шын жүректен сөзімді аяқтағым келеді. Ал өзімнің сыныптастарыма айтарым, алдағы бірыңғай ұлттық тесті ойдағыдай тапсырып, бір маман иесі болып, ауылымызға қайта келіп, ауылымыздың туын көтеретін азаматы мен азаматшасы болып, өсулеріңді тілеп, сендерге ақ жол, сәт сапар 2007 жыл түлектері демекпін. Мектеп, мектеп, менің жарқын көңілім, мектеп, мектеп, нұрға толы өмірім, мектеп, мектеп, әнім болып төгілдің, мектеп, мектеп, ана болып та көріндің. Балапандай бауыр басқан ұяда, бірге өскен мектебін жан қияма, жолдам алып болашаққа өзіңнен, білім іздеп самғаймыз әр қияға. Сенен ыстық Алтын-Ұя таппадым, өзіңде өтті балғын бала шақтарың, қоштасамын қимастықпен мен енді, бетке алған соң балалықтың бақтарын. Мейірге тола мектебім, айқара ашқан құшағың, балапаның боп мен сенің өзіңнен тілеп ұшамын.
Мектебім айтар әнім, саны рет қайталадым. Өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын. Өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын. Мектебім қия алмаймын, көп нәрсе қиялдаймын. Мәңгілік оқушым боп қалуға ұяламаймын. Мәңгілік оқушым боп қалуға ұяламын. Мектебім тегін емес, аттанам сезімменен. Ассалаумағалейкум, дәу мектеп өмір деген. Ассалаумағалейкум, дәу мектеп өмір деген. Біздер үшін әрқашан дарасың, сені көрсем елестейді анашым, қай кезде де қамқоршымда қадірлім, жүрегімнің жазалар жарасын. Бірге жүрдік 11 жыл бірге ойнадық, бірге оқыдық 11 жыл бірге оқыдық, бірге ойладық. Келді міне қоштасатын кезіміз, ақтық рет мектеп тойын тойладық. Жүрегі нұр, өмірі гүл ұстаздың, сондықтан да ұстазыма ұқсадым. Адам жанын тәрбиелеп аялар, құрметтейміз, сүйікті ғой ұстазым. Өміріміз өз аулаңда көктеді, күлімдеді көңілдің шат көктемі. Тұрмыз енді қоштас алмай, қиялмай, талмас талап арман ойдың мектебі. Сағынып келсем мектебім, өлеңім сәлем бергенім, ұстазым бақша еккенің, шәкірттің жеміс тергенің. Алдында шақырда қасиеті, ұстазым бар сенің қасиетің. Білім берген, ой берген, ақыл берген, көз алдымнан кетпейді асыл бейне. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Өзіңмен бірге қиял арман, ұстазым мен сені ұмыта алмай, үйретем деп өмірдің парасатын. Ағырлы ғой мен үшін қара шашың. Ұстазым ақылшы дос, ой арманым, арналсын саған осы аяулы әнім. Ендігі келесі салтанатты бөлімі ол мектебіміздің биылғы алтын белгі белгісіне үміткер Мамырбекова Бақыт пен 11 сынып оқушысы Сайранбаев Рауан, оқу екіншісі мектептің актив оқушысының бірі қазір 1-ші сыныптың оқу озатына білім кілтін салтанатты түрде табыс етеді. Ақ қанатты армандарды жалғандар, ғылымның тек көгін шарлап самғандар. Білім кілті бастау боп сендерге, шарықтай бер алға басып қадамдар. Дей отырып, мен Қарабұлақ орта мектебінің 11-ші сынып оқушысы Мамырбекова Бақыт Ертарғын қызы, сендер өмірде озат, оқуда үздік болсын деген мақсатпен салтанатты түрде білім кілтін табыс етемін. Білім аламан, мен де үлкен баламан, үздік оқып сабақты алтын белгі аламан. Жанамын деп ойладым, ақын жанды болғаннан соң оқыдық. Ұстаздардың мұқият тыңдап сабағын, көп іздедік, көпті көрдік, тыңдадық. Қиналдықта, майыстықта сынбадық, есеппенен бас қатырып тырысып, сөйлем талдап романдарды тыңдадық.
жандар аяулы, тыңдаңыздар шәкірттердің алғысын. Кешегі білім әлеміне қадам басқан балғын бүлдіршіндері, бүгінгі мектебіміздің мақтаныштары, оқу озаттары, аудандық олимпиаданың жүлдегерлері, 11 жыл бойы білім берген ұстаздарына алғыстарын жыр жолдарымен жеткізеді. Оң сапар тілеп сәтті қадамыма, жанкүйер болып тұрдың талабыма, арманыма жол бастап құмараға, күлімдеп мейірім төкті жас жаныма. Көп әсер қалды есімде бөлек сізден, жұлдызыңыз жарық боп көкте күлген, ақылшы боп әрдайым шәкірттерге шығардың шындап оқу мектебінен. Біздер ұшық барамыз ау асыға, ұстаз болып шәкірт келсін қолыңа. Мая пайдай ұстаз болсаң білімді, бүгін ақыл кеңес беріп бізге, түлек болдық тәрбиелі бір мықты. Ұстаз жолын бағалайтын күн бүгін, ашқан олар білім орда түңлігін. Қоштасарда естелік болсын деп сізге, арнаймын мен қолыма алып жыр гүлін. Райгүл апайға тарихтан сабақ береді, асыл сөзді тереді, жақсы оқыған баланы жаны жақсы көреді. Райгүлдей асыл апайды қимай кетіп барамыз, ұстазбен шәкірт арасын жалғастырып барамыз. Сәне апай, орныңыз сіздің бір бөлек, аямаған шәкіртінен еш көмек. Бүгінгі күн қоштасарда шәкірттер, алғысымыз өзіңізге көп демек. Үлкен бақыт тілейміз ұзақ өмір, шат-шадымен жайдары жақсы көңіл. Түлектердің бүгінгі тілегі сол, біздер үшін өзгермес идеал бол. Әкемдей болған жайдарлы мінез айтаған, сіз жайлы бүгін тебіренбей қалай жайталам. Азамат болып талпынған әрбір жігіттің тірегімен жанашыры деп айталам. Үйреткен ұлы спорт сан саласын, айтаға бастан бақыт тарқамасын, ереулі еңбек үшін тағзым етіп, иеді шәкірттермен барша басын. Нұршайым ойынғы. Әріптер, алфавиттің әріптерін үйреткен, білімдерін бойымызға сіңірткен, алғашқы ұстаз Нұршағи апай біз үшін 4 жыл бойы еңбектеніп тер төккен. Алдыңыздан өтті талай жас шәкірт, небір дарын бейбір талай сәйгілік. Нұршағи апай, бұдан былай сіз біздің жадымызда тұрасыз ғой жаңғырып. Мәдет төкен апайға. Ұстаздарым менің биік зерделі, суретіндей Абай Мұхтар төрдегі, орасан зор әдебиетті меңгерген Мәдет төкен апайлардың еңбегі. Тамыр алған қос бәйтерек тереңнен, өзің жайлы ойға шомып келем мен. Ол шәкірттік парызым деп біліңіз, алғысымды жеткіз алсам өлеңмен. Баян апайға, Баян апай аяулыда ардақты, өзіне де сөзіне де салмақты. Білім нәрін сусындатып бойымызға, ақ ниетін тілейді әркез жолымызға. Ұшып барам алтын ұя мектептен, оқушыңыз сізге арнап жүр төккен. Бақытты болыңызшы бұл өмірде, есіміңіз сақталады көңілде. Жанат апайға, Лермонтов пен Пушкинді, Абай менен Шоқанды, не бір жайсаң жандарды таза орыс тілінде түсіндіріп береді. Ана тілін ардақта, басқа тілді біл дейді, біріне бірін қоспай тек таза сөйлеп жүр дейді. Жанат апай ұстазды шәкірттер жақсы көреді, білімді жайсаң асыл жан Жанат апай себебі. Физика мен астрономия пәндерін, оптика мен механика заңдарын жалықпастан бәрімізге үйреттің, ұлыстаздар сара жолын жалғадың. Бағыз апай, сізге алғыс айтамыз, шәкірттің шын ақ тілегін байқаңыз, шаттық толсын әр күніңіз толасқан, болашаққа бағаналы жол ашқан. Тілес апайға, үйрететін оқу менен білімді, талай рет шәкірт үшін күйінді. Тілес апай ардақ менің ұстазым, әр қашанда жүріңіз шүк көңілді. Қазақ тілім, ана тілім ардақты, ұстазым бар, Тілес апай жан жақты. Шәкіртіне тер төккен аямай, сәтсіздік пен қиындыққа қарамай. Нұрбақыт апайға, білім нәрін құйып менің санама, білім бердің талай балаға. Нұрбақыт апай ақыл айтып жүресіз, қамқор болып үлкен кедей балаға. Жүрегіміз толы ғой мейірімге, тұрармыз үміт артқан сенімінде. Азамат болып ер жеттік бүгін міне, шығарып сал ақ жол тілеп шәкіртіне. Бибігүл апайға,
Балалықты ойласам жаным жаншылар, көлден көл боп тосылып жалынды жас тамшылар. Бар жақсыны әліппеден үйреткен ұстазымның алғашқы абзалдығы сол шығар. Талай ұстаз талайаны бар шығар, бәрі де оның ардақ шығар, нар шығар. Бибігүл апай ортасында солардың, маған бейне көк мәуелі зор шынар. Мейісқан апайға бал тамған он саусақтан, Мейісқан апайдай бәрбір дастан, өрнектермен жалғаған ел дәстүрін, ойы өрнек кестесі әсіп жалғасқан. Айырылмас қос баланың анасы, жанұяның ұйытқысы данасы, жайқалған жауқазындай қос балапан, апайдың жан жүрегі қол қанаты. Нұрлан аға әрбір жарыс әрсында мектеп үшін жанын салып тер төкті, салауатты өмір салтын үйретіп, көтеріп жүр абыройын мектептің. Бағдат ағаға, шебер ұстаз Бағдат аға, түйін түйген ағаштан, әрі шебер, әрі әнші құйылған құрыш болаттан. 8 қырлы, бір сырлы ұстазымыз, әр түрлі өнер өзіңізден ұққанымыз, болмасақ та ұқсап бақ деген сөз бар, сізге ұқсап осы болар шыққанымыз. Жүрек шіркін қуанышқа толды да, көл біткендей болды менің жолыма. Алтынұя мектебімен қоштасып, қарай берем қайта-қайта соңыма. Қарайлағын мен балалық көңілмен, жолыққандай болып тұрмын 6 жасар кезіммен. Қайда жүрсең ұстазым Серік аға, бақытты болыңыз өмірде. Гүлбахнат апай, орыс тілін оқы деп керек саған, жүресіз ғой бәйек боп әрбір сағат, кездеріңіз жоқ бізге тіл қатпаған, шәкіртіңнің құбалып сүйкімдінің, бір жүргенде өзіңізбен күлеміз тек, еске алып өзіңізді жүреміз тек, қабыл ал шәкіртіңнің, аяулының, мейірбан нәзік жан деп білеміз тек. Бақтаға, салмақты да сабырлы бақтаға, шаңырақта әрдайым болған пана, жауынгерлік міндетін абыроймен өтеде ұлғырғады өз дара. Бүгінді аяусыз шәкірттерге, тәрбие мен білімді берген бірге, тілеймін зор денсаулық бақтаға, шыңыңыз биіктерден биіктерге. Гүлзат апай, білім алар, небір ғылым даналар, әр сағаттың бізге бақыт саналар, еңбегіңдей еш етпейміз өмірде, шәкірттерін қай кезде де бағалар, ағылшын тілін үйретіп қызықтырған, алып шыққан белдерден асқаршыңнан. Гүлзат апай, менің сізге тілерім сол, шаңырағыңыздан үзілмесін қызық думан. Райгүл мұғалімге, соқпақтары сан жолдың, қиындығы тар жолдың, тарихтары әр елдің, жаңалығы әлемнің. Райгүл мұғалім арқылы бүгін міне меңгердік. Райгүл мұғалім біз сізді кемеңгерге теңедік. Алтынай апай бауладыңыз сіз бізді, еңбекке де қолөнерге бірлікке, кесте бисер құрақ көрпе кілемді, қалдырдық біз алтын орда мектепке, ұямыздан қимай кетіп барамыз. Сәт сапар деп қол бұлғайды балаңыз, жаңа өмірге қадам басқан кездерде, аяулы ұстаз ұмытпаймыз сөзді де. Райгүл апайға, көрінетін әр кезде кітаптардың төрінен, әр баланың көңілін түсінген тек жанымен, бейретіп берінбей шәкірттерін талпынтқан, биші акробаттар мен көрерменін балқытқан. Төлеуқат апай, ұшырдыңыз талай-талай түлектерді, толтырып қуанышқа жүректерді. Төлеуқат апай бір өзіне арналады. Айтқан апай аяулы асы ұстаз, гүлденуге әрқашан үлес қосқан, білім беріп шәкірттің көзін ашқан. Айтқан апай жүріңіз аман есен, зор денсаулық тілеймін ашық аспан. Жазир апайға, кесір ұстаз артығырақ десектім, сыйға тарттың білім сырам бізге шын. Жазир апай, рахмет сізге мың алғыс, құдыретін түсіндірген есептің, Пифагордың теоремасын үйреткен, жақсы жолмен мәнін ашып есептің.
жақсы шәкірт, жақсы ұстаздың жалғасы, өзендердей ортаймайтын арнасы. Сағил апай ақыл білім жиғаның, формулалар миымызға құйғаның, бүгін міне қоштасатын сәтімде өлең жолы жүрегіме толмады. Бақыт шаттық өзіңізге тілерім, сізді көрсем еркелеймін, күлемін, шын сүйіс шәкірттерді білемін, сізді әркез есте сақтап жүремін. Жанат апайға білім мен балаларды тербеткен, әркез алға оқушыны сүйреткен, химияның көп қой қиын сырлары, Менделеевтің шексіз таңдары. Жанат апай қиындықпен күрестің, сіз үнемі жайлар болып жүресіз. Шалыс кеткен сәттеріне шәкірттің, қатты айтпай апайымдай күлесіз. Жанат апайға. Жанат апайға. Арқалап кітабымен дәптерлерін, шәкіртімен өткізіп қыз көктемін, ұшырғала түрміне қимастықпен, мектебінің биылғы түлектерін. Мектеп келе бастауы даналықтың, бастауындай жиһангер жаңалықтың, партаңдағы шимайдай бір мөлмінде тығылып қалып барат балалық күн. Білім деген шаштыңыз асын жиып, еңбегіңіз емес пе жасыл биік, алдымда қанша масқар тұрсаңдағы, мен сізге тағзым етем басым дейіп.